Сәлем достар, қайтарымсыз грант 2-5 миллион аралығындағы ақшаны кімдер ала алады, қалай алады, қандай жеңілдіктер бар, ол үшін не істеуіміз керек және сол ақшаны кредит жабуға бола ма деген сұрақтар мазаласа, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік, грант дегеніміз не? Ол қайтарымсыз ақша, оны қайтармайсыз, тек есебін бересіз. Оны кімдер ала алады? Жеке кәсіпкерлер алады. Сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, яғни ИП-іңіз болса, 10 жыл болсын, или 1 жыл болсын, бәрібір сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, бұл грантты ала аласыз. 2-5 миллион деу себебі сіздің кәсібіңіздің көлеміне қарай берілетін ақша көлемі. Кімдер ала алмайды? Яғни жеке кәсіпкер атана алмайтын мемлекеттік қызметкерлер, құқық қорғау органдарында жұмыс жасайтындар бұл грантқа қатыса алмайды. Өйткені олар жеке кәсіпкер атана алмайды. Ал бюджет қызметкерлері, мұғалім, дәрігер, тағы басқа жұмыс істейтін болсаңыз, жеке тағы да қосымша ИП ашып, қосымша бизнес бастауыңызға болады және осы грантты ала аласыз. Бұл грант жайлы жалпы 2019 жылғы қаулы бойынша 31 желтоқсанда шыққан 1060 қаулысы бойынша бүкіл ақпаратты толық ала аласыз. Сол қаулыны оқып алуға кеңес беремін. Грантқа қойылатын талап жаңа бизнес идеяңыз болу керек, яғни жаңашылдық, инновация болу керек, яғни екінші ол жұмыс орнын ашу керексіз, яғни бір жерде мекеме ашылуы шарт. Мысалы, нан жабатын болсаңыз, науайхана ашылу керек деген секілді. Ал үшіншісі бұл 10%. Сізге мемлекет қаражат бөліп отырғандықтан, яғни осынша грант бөлгендіктен, сіз сол грантқа бөлінген ақшаның 10%-ын өзіңіз қосуыңыз керек, үлескер ретінде. Төртінші, инфрақұрылым болу керек, яғни су, свет, тағы басқа жүйесі болғандықтан. Сіз бұл қайтарымсыз ақшаны жеке бас қажеттілігіңізге жарата алмайсыз, яғни кредит төлей алмайсыз, ипотека, жер, үй жеке басыңызға ала алмайсыз. Бұл қаражатпен тек кәсібіңізді бастауға, яғни шикізат сатып алуға, құрал жабдықтар деген секілді кәсібіңізге қажетті заттарды сатып алуға болады. Және материалдық емес активтерді де сатып алуға болады. Оларға жатады реклама үшін сайттарға, технология сатып алу болса, мысалы нан пісіру технологиясын сатып алсаңыз, қаражат жұмсай аласыз. Тігін болса, мысалы ою технологиясын сатып аласыз. Болмаса балаларды оқыту болса, балаларды оқыту методикасын, шетелдің әдіс тәсілдерін сатып ала аласыз. Лицензия сатып алуға жұмсай аласыз. Бұл грантқа берілген ақшаны туыстардан зат сатып ала алмайсыз, яғни туыстардан құрал жабдық сатып ала алмайсыз, тек жаңа зат қана сатып ала аласыз. Қолданылған құрал жабдықтарды сатып алуға болмайды, тек машинаны ғана OLX немесе колесодан сатып алуға болады. Бұл грантта бизнес-план күрделірек жазылады, план құрылымын қаулыдан қарап алсаңыздар болады. Бұл грант бизнестің жол картасы 2025 деп аталады. Бұл жоба әр қалада, әр аймақта, әртүрлі уақытта болады, яғни өз пропискаңыз бойынша сол аймақта қатыса аласыздар. Бұл грантты әкімшілік бергендіктен тек аймақтар арқылы ғана өз аймағыңыз прописка, постоянный прописка бойынша ғана қатыса аласыз. Постоянный прописка 1 жыл болу керек. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында 1 сәуірде өтініш қабылдау басталады деп күтілуде. 1 сәуір мен 15 сәуір аралығында өтініш қабылданады деп күтілуде. Ақмола облысы, Павлодар қаласы осы жылғы өтініш қабылдау өтіп қойды. Бұл жобада жас шектеуі жоқ, кез келген жастағылар қатыса алады. Сонымен сертификат қажет емес, тек онлайн түрде өтініш бересіз. Ешқайда бармайсыз, яғни қолдау KZ-ге регистрация жасайсыз ең алдымен. Сосын осы сайтқа өзіңіздің бизнес жоспарыңызды жібересіз. Бизнес жоспарды жіберетін кезде, өтініш берген кезде, сіз ең алдымен осы өтініш бергенге дейін жұмысшы саны сізде қанша болды, соны көрсетесіз, яғни 0 болса 0 деп көрсетесіз. Сосын талон ИП, окет түрі өте маңызды. Кейбір окет түрлері ала алмайды. Мысалы, сауда-саттықпен айналыссаңыз, саудаға ала алмайсыз, сән салонын ала алмайсыз, ресторан, гостиница, кафеге және баняға ала алмайсыз, және жалға беріп отырған болсаңыз,
пәтеріңізді немесе помещенияларды жалға беріп отырған болсаңыз, сондай ИП-лар бұл жобаға қатыса алмайды, грант берілмейді. Үшінші, 10% үлес ақшам бар деген шотыңызды көрсетесіз, немесе осал топқа жатсаңыз, осал топ екеніңізді дәлелдейтін құжатты жібересіз. Бизнес жоспардағы барлық ақпаратты, кіріс-шығысты түгел көрсетесіз. Өтінішті жіберген соң принято, не принято деген секілді жауабы келеді. Сонда қабылдамаса өтінішті қайта түзетіп жіберуге болады. Бірақ өтініш беретін күннен асып кетпеуі керек. Яғни 1 сәуір мен 15 сәуір аралығы өтінішті қабылдайтын күн болса, сіз 5-теріне өтініш берген болсаңыз, сізге жауап келген соң сіз оны 15-не дейін қайта түзетіп жібере аласыз. Ал 15-нен кейін қайта түзете алмайсыз. Сондықтан соңғы күнге тақамай 15 күнге дейін емес, одан ертерек өтінішті жіберуге әрекет жасаңыз. Сонымен сіз кәсіпкер болсаңыз бұл жобаға қатыса аласыз. Толық ақпаратты қолдау KZ сайтынан қарай аласыз. Барлығын онлайн түрде жүргізесіз. Сертификат қажеті жоқ, оқымайсыз. Жалпы толық ақпаратты білу үшін төменде номерлер қалдырамын. Сол номерлерге хабарласып, тағы да толық ақпарат біле аласыздар. Жалпы ақпарат пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.